Қарлығаш. Қарлығашты қызықтаптырмын, көке. Ясына қараш. Шымнан қалап салған. Құдды адамдар сияқты. Қарлығаш киелі қыз дейді әжем. Бұл құс я салған үйге бақ қонат дейді. Ендеше біз де бақытты боламыз ба, көке? Қарлығаштан басқа қаншама құстар бар. Бірақ біреуі де ясын адамдар мекендеген жерге салмайды. Неліктен? Адам баласына іш тартып, өзінің қасиетті де қымбатты бүлдіршіндерін сеніп тапсырып отыр. Қандай керемет! Апа? Мына қарлығаштар жылда келуші ме? Мен былтыр байқамаппын. Шіркін! Қарлығашқа ұқсап, аспанға емін еркін ұша берсем, қалықтап ұша берсем, көке! Бәрекелді. Келіңіз жайғасыңыз. Төрлетіңіздер. Сіздер қымбатты көрермендер, жақында Қалибек Қуанышбаев атындағы Академиялық қазақ музыкалық драма театрында өтетін Қорғаныстың күні спектаклінен үзінді тамашаладыңыздар. Бүгін студиямызда осы қойылымның режиссері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Әлімбек Оразбеков және әлгі монологты оқыған осы театрдың әртісі Жұлдыз Ибраева. Тамаша орындадыңыз. Ал енді Әлімбек мырза, осы қойылым туралы өзіңіздің аузыңыздан естейік. Мұхтар Әуезовтың шығармасы желісі бойынша қойылғалы жатырған спектакль қай уақыт болады және тағысын тағы бар деген сияқты. Рахмет. Енді ұлы қазақтың ұлы классигі Мұхтар Әуезовтың дүниесін алу өте қиын. Бұл біздің мынау Қалибек театрының алып отырған спектаклі Қорғаныстың күні атты әңгімесінің желісі бойынша жазылған. Бұл ертеректе жазылған дүние болғандықтан, бүгінгі заманға жақындастыру үшін, бүгінгі заманға ұштастыру үшін біз инсценировка жасадық та, екі кейіпкер қостық. Мысалы, жарық пен түнек деген. Бұл енді ақ пен қараның айқасы, жақсы мен жаманның, зұлымдық пен махаббаттың айқасы. Бұл енді адам баласы дүниеге келгеннен кейін мәңгілік тақырып қой. Осы тақырыпты өрбіттік. Жалпы жақсы мен жаманның. Енді бүгінгі заман біздің көрермендердің өздері көбіне жастар. Сол жағына қарай икемдеп, жалпы жақсы деген не, жаман деген не, нені бағалау керек, нені құрметтеу керек. Осы тұрғыда өтетін дүние. Бұйырса бүгін, ертең осы спектакліміздің тұсаукесері, премьерасы былай жеткен кезде. Реті келсе, келіңіздер, көріңіздер. Әрине жаңағыдай емес, ол жерде жиһаз бар, свет бар, арнайы жарық бар, декорация бар. Мүлдем әсерлі шығады. Сондықтан осы хабарды пайдаланып отырып, мен көрермендерді театрға шақырғым келіп отыр. Жақсы, осы қойылымда басты рөлдердің бірін Жұлдыз сомдайды, иә? Жұлдыздың өз аузынан естейік. Жалпы театрға келгеніме көп болған жоқ. 1,5 жылдай ғана бағыма орай осы спектакльде басты рөлді ойнап жатырмын. Бұған дейін де спектакльдерім бар. Көбінесе вот болды. Содан кейін осы жақын арада фестивальға барып келген бірнеше фестивальдердің гран-при иегері Шие спектаклінде алма рөлі бар. Мен театрға жиі барып тұрам. Сіздің сомдаған образдарыңызды көріп тұрам негізі. Өте тамаша, талантты жастардың өсіп келе жатқаны бізді қуантады. Ал енді осы қойылымда басты рөлді сомдайсыз, солай ғой?
Бұл роль маған өте жақын. Себебі менің өмірімдегі жайыппен өте ұқсас, және де бұл рөлді сомдау маған бір керемет. Себебі өте жақын жаныма. Жас қызды ойнаймын, 13-14 жастағы. Бұл рөлмен өзімнің актерлық қырымды көрсетсем деген ойдамын. Ал енді осы қойылым туралы бүкіл құпияны ашып қоймайық, өйткені қызықсыз болып қалар. Дұрысы бүгін және ертең Қаллеки театрына біз көрермендерімізді тағы да бір рет шақыра кетейік. Басталу 18:30-да. Кешкі 19:00-де Қаллеки театрына келіңіздер, Қорғаныстың күні қойылымын тамашалауға шақырамыз. Әлімбек Оразбеков, осы қойылымның режиссері, еңбек сіңірген қайраткері, еліміздің бүгін студиямызда қонақта болды, және осы театрдың әртісі Жұлдыз Ибраева. Тағы да алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Ал енді мен тізгінді әріптестеріме бергенді жөн көріп отырмын. Рахмет, Данияр. Рахмет, құрметті қонақтар. Премьераға бізде баруға дайынбыз және міндетті түрде барамыз деп айтқымыз келіп отыр. Рахмет.